Бірақ 10 шақты жылдың чамасында бір қасқыр дүргү сап отырдым, апанға кірді. Апанына, қорым арасындағы апанына кіріп кеткенде, зырғып екпеттеп, таяп отырып кеп атайын дедім, шықпады. Апанның аузына тура келдім. Тура кеп чапанды шешіп тастап, апанды бекітіп алдым. Апанды бекітіп ап, көрші қолаңнан кісі жиып, қопардық апанды. Қопарып, таянқырап келдік енді бір 2 метр жер қазғаннан кейін. Сол кезде ырылдап күрілдеп сөйтті. Сосын күшік қаңқылдап сөйтті. Ырылдап күрілдеп сөйткесін мылтықты соғып қойып, енесін аттым. Сосын енесі өліп, енесін суырып ап шықсақ, ар жағында 4 күшіктің басын қырқып тастапты. Жүрегім жаман болып кетті. Ай, мен қат істеп қойдым ба деп ойладым сонда енді. Сонда тірідей, сендер онсыз да қолымнан кеттіңдер. Тірідей енді ана жаудың қолына 2 аяқты әзәзілдің бермейін дегенде сонда. Біз болсақ төсек астына кіріп кеттейміз ғой. Сонда не деген қайратты хайуан деп ойладым. Өзі күшіктердің басын қырқып жіберіпті сонда. Сонда жүрегім... Мына неге ондай дегенде 2 аяқты әзәзілге тірідей қолына бермеу үшін өзі қолынан өлтіріп жатыр. Күшіктер. Қор боп мына ұсақ қалған содан өзім өлтірейін деп өлтірді ғой деген менің миымда, түйсігімде сөйтіп қалды. Сонда енді қубала ғой. Сонда бір аңшылықты қойып кеттім деп келіп ойладым енді. Береді. 50 мың